Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Марстан шыққан жаңғырық. Оқу мақсаты ғаламтор, энциклопедия, газет, журналдар, оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау. Сөйлем соңына және сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерін дұрыс қолдану. Күтілетін нәтиже: оқушылар Марстан шыққан жаңғырық мәтін ғаламтор, энциклопедия, газет, журналдар, оқулықтардан алынған деректерді қолданып, авторына сілтеме жасайды және сөйлем соңында сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді дұрыс қолданады. Тыңдалым мәтіні: Марстан шыққан жаңғырық. Тұрғындар қызыл ғаламшарды көбіне екінші жер деп атайды. Мұнда жер сияқты екі жылы, екі суық белдеу бар. Сондай-ақ жыл мезгілдері өтіп жатады. Тек айырмасы мұндағы әрбір мезгіл 2 есе ұзақ. Бұл Марстың күнді айналып шығу мерзіміне байланысты. Жермен салыстырғанда күннен 1,152 есе қашық болғандықтан, мұндағы жыл 687 жер тәулігіне созылады. Жерде 2 жыл өмір сүріп, 2 жасқа келген бала мұнда 1 жасар інісін кездестіреді. Тек жас қана емес, мұндағы көп нәрседе өзгешелік бар. Жермен салыстырғанда күннен жылуды Марс 2,3 есе аз алатындықтан, мұнда өте суық. Марстың полярлық аймағында қыс мезгілінде температура 120 градусқа дейін төмендейді. Енді бұл мәтіннен алған деректерді қолданып, авторына сілтеме жасасақ, Жүніс Сахиевтің Айдағы жасырынбақ шығармасынан алынған. Екінші тыңдалым мәтіні: Марс ғаламшары. Ғаламшардың аты ежелгі римдіктердің соғыс құдайы Марстың құрметіне қойылған. Оған себеп жұлдыздың қан түстес қызыл болғандығы деп айтылады. Ғалымдардың ұсынған гипотезасы бойынша мұндай түс ғаламшардың атмосферасында темір оксиді өте көп болуымен байланысты. Өзесінен айналуы бойынша Марс шамамен жермен бірдей айналым жасайды. 24 сағат, 37 минут, 22,7 секунд. Марстағы 1 жыл жердегі 687 тәулікпен пара-пар. Марстың диаметрі жерден 2 есе кіші болса, ал салмағы 9 есе жеңіл. Марста тұрған адамның салмағы 2,5 есеге дейін жеңілдейді. Марстың экватордағы температурасы күндіз +30 градус Цельсий және түнде -80 градус Цельсий аралығын құрайды. Ал полюске жақын аймақта -143 градус Цельсийге дейін төмендейді. Мәтіннен алынған деректерді қолданып, авторына сілтеме жасасақ, дайындаған Болат Қосмағамбет интернет желісінен алынған. Сұрақ: бірінші, неге ғаламшардың аты Марс қойылған? Екінші, жермен бірге айналым жасайтын қай ғаламшар? Үшінші, Марстың экваторындағы температура түнде неше градус? Төртінші, Марстың жермен қандай ұқсастығы бар? Тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтарға жауап береміз. Енді оқылым мәтіні. Кітаптарыңда 168 бет, бірінші тапсырма. Мәтінді оқыңдар. Көркем туынды фантастикаға құрылғанымен, ғылыми деректердің нақты өмірден алынғандығын дәлелдеңдер. Мәтінді мұқият оқимыз. Сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді, яғни ерекшелеуші тыныс белгінің дұрыс қолдануы үшін бүгін қос нүктені есімізге түсіреміз. Қос нүкте. Қос нүктенің сөйлемдегі басты қызметі сөйлем мүшелерінің арасындағы бірлік қарым-қатынасты көрсету. Бірінші, санамалай айтылатын бірыңғай мүшелердің алдында келген жалпылау мәнді сөздерден кейін қос нүкте қойылады. Мысалы, қазақ тілінде мына мәселелерге мән беріледі.
ата-аналарға мейірімді болу, ешқашан ренжітпеу. Екінші, құрмалас сөйлемнің бір сыңары жалпылауыш мәнді, қалғандары соның мәнін ашатындай түсіндірмелі қатынаста құрылған болса, алғашқы сөйлемнен соң қос нүкте қойылады. Мысалы, қазір жайлаушылардың дені екі жерге жиналған. Бір жиын аман отырған көп ауылда, енді бір жиын Шәкен ауылында. Үшінші, сөзден бұрын келген автор сөзінен кейін қолданылады. Мысалы, үш әжей отырар топырағынан ақ жібек матаға тұмар етіп орап, қайда жүрсең бе туған топырағының қасиеті желеп-жебеп жүрсін деп мойнына тақты. Төртінші, мысалы, атап айтқанда тағы басқа қыстырма сөздерден соң оның мәні ашылатын сөздер мен сөйлемдер айтылатын болса, аталған сөздерден соң қос нүкте қойылады. Мысалы, сан есім заттың санын білдіреді. Мысалы, 2 алма, 5 кітап. Бесінші, санамалап берілетін ойды ықшамдап келгенде қос нүкте қойылады. Мысалы, сын есімнің түрлері: құрылысына қарай, дара, күрделі, мағынасына қарай, сапалық, батыстық. Міне сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгі, соның ішінде қос нүкте. Қос нүкте бұл ерекшелеуші тыныс белгі, себебі қос нүкте сөйлем ішінде қойылады екен. Кері байланыстың тапсырмасы 169 бет, 5-ші тапсырма. Мәтінді өз қиялдарымен жалғастырып жазасыңдар. Мұнда қысқа мәтін беріліп тұр. Қызыл жұлдыздың белгісі болғаны қашан? Қазақ мұны қызыл ғаламшар десе, ежелгі римдіктер соғыс құдайының атымен Марс деп атаған. Енді міне осы ғаламшарды адам зат елі жайлап келеді, ары қарай өз ойларыңмен жалғастырып жазасыңдар. Кері байланыстың тапсырмасын күнделік KZ, электронды почта, WhatsApp желісі арқылы жібересіңдер. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.